Так, аудио видео таспа жүргізілуде ескертіп қойын. Есім Ерлан, білесіз ғой. Так, кім сіздің есіміңіз? Нұрсұлтан Достар, сосын аға прокурор. Мен арызым қайда Нұрсұлтан? 2 жыл болдым, жаздым ғой сендерге. Білесіңіз мен басы қасында болдым, Малшыбаевты алып келдім. Алып келдіңіз? Малшыбаев. Қасымбек ше, ұлттық жайлы ше. Алып келдім, осы жерде өзінің көзінше жазып арыз өткізіп кеттім. Алтынай деген қыз ба? Берік қызы. Шадаспасам. Қабылдады. Қайда арызым қайда? 2 жыл болды. Сіздің фамилияңыз қандай болды? Түсіпбек Ерлан. Өтсеңіз? Амангелдинович. Қайда кетті мен арызым үштіге жол. Сіздің арызыңыз уақытылы қаралып, өзіңізге жолданған может? Жолданған? Аха. Үйіңіз қандай қазір шығарып береміз? 79-10-28. 79-10-28. Жоқ, не үшін арыз жазамын? 2 жыл болды ғой мен арыз жазғаным. Қайда мен арызым қайда? Сіздің арызыңыз бізбен қаралып, өзіндік қауіпсіздік басқармасына жолданған жамбыл полиция департаментінің. Иә. Арыздың жауабы сол жақтан түпкілікті алуымыз керек болғыз. Қазір таңда бізде жүйе жұмыс істемей тұр. Жүйе жұмыс істемей тұр. Ал сен мен акиматқа жиналысқа аяқты акиматқа көшкен не дедің сен маған? Жауабым барлығы сізге жіберілген. Жоқ, сол кезде сен басқаша айттың ғой сен маған. Не деп айттың? Көрсетейін ба бүткіл запистердің бәрін? Жоқ, сол кезде көрсетейін ба бүткіл запистердің бәрін салайын ба деп қой. Арыз жазайын ба үстінен сен? Сен не деп айттың? Менің ачықпам емес, ол Ереке ДБ-дің ачықпасы анау мынау дедің ғой, сен маған сөйтіп айттың ғой. Ереке, сіз арыз сіздің құқығыңыз. Иә. Мен сізге ашуға айтып отырмын ба? Тыңдасаңшы, қазір сіздің ответтерін шығарып берейін десем, база істемей тұр бізде. Жүйе деген база. Сол жүйеміз істемей тұр. Мен сізге арыздың бәрін шығарып беремін десем, сол істемей тұр. Енді қашан келе аласыз? Сізге мен ол ертең келемін. Жаңа бас прокурор шақыршы үшін не сұмдық мынау 2 жылдан бері қарай. Сосын мынау 23.09-да 2025 жылы жазған арыз жоқ қой әлі ответ. Күн жазған бар жер туралы акиматтың үстінен жазған арыз қайда? 25 дейсіз бе? Иә, 23.09 деп тұрған. Числоны Алтынай жазып тастап кеткен қағаз. Қабылдап алған квитанция сіздердікі ғой, талон. Сіз ертең қашан келе аласыз? Бір уақыт белгілі бізде қазір. Негізі сіз телефон номеріңізге хабарласып айтайын, бізде жүйе уже 3 күн болды істемей жатыр. Бүгін өзгерістер енгізіп жатыр. Жоқ, может бір аптадан кейін келермін онда. Иә, қашан істейді? Жоқ, бір аптаға істейтін шығар база. Істейді. Может, бүгін обедтен кейін істеп қалуы мүмкін. Жоқ, понедельник келесі бір аптаның ішінде жүйе істейтін шығар. Келесі понедельниктен келейін болмаса. Ал жаңа бас прокурор шақырыңыз, мен айтайын, не істейді? Арыз қайда кетті 2 жыл болды. Ол кісі жаңадан тағайындалды. Мен акиматқа бардым. Осына кімді біледі ғой, Қайыржан бе? Қайыржан да біледі, бас прокурор. Бәрі біледі ғой, оның бәрін. Шақырыңыз бас прокурор. Жаңадан келді ме, тағайындалды ма? Сол кісі айтайын, не істейді мынау? 2 жылдан бері мен арыз артынан жүгіріп жүрмеймін ғой. Каждыйың артынан осылай. Міне қараған жамбыл болып шуғаласа осылай. Арыз жазсаң, жоқ болып кетеді мына арызың. Роводта жоқ болып кетсе, енді прокуратурада жоқ болып кетеді. Не істейді мынау? Бас прокурор жоғарыда отырған Астанада қараңыз. Не істейді мынау? Талондары бәрі бар. Міне, талоны бәрі бар. Прокуратураға берген талон осы. Міне талон. Жоқ мына талон. Арыз жоқ. Бүкіл талондар осылай. Есімде роводта жоғалып кетсе, сіз қосқансыз, не тіркелмеген ба, не істеген арызды. Қарап қадағалаңыз жоғарыдан. Өзімізі бар бәрі. Қадағалаңыз мына. Осылай жүрейін. Бәрі Малшыбаевты қорлап, мен 8 жыл болды, мен мылтығымды алып, бермеймін осылай. Әуелесі сарсаңға салып жүр. ОСБ-ға сілтейді, ОСБ-ға да барамын, Таразға. Сұраймыз осы. Шақыртамыз болып кетті. Звондатқызамыз, сөйлестіреміз ғой. Болмаса уже шақыратын шығар. Оны осылай қараман жамбыл облысы шу қаласы. Осылай. Камерада дейді. Камераның керегі жоқ ол камераның. Істемей қалып жүрміз бе? Не мақсат? Міне дәлел, болмаса журналистерді әкеліп көрсетейік. Қайда кетті менің арызым?